байтақ қазақ даласы көркімен көздің жауын алатын керемет гүлдерге өте бай. Жазиралы даламыздың қай бұрышына барсаңызда иісі танауыңды жаратын әсем гүлдерге куә боласыз. Солардың ішінде махаббат пен тазалықтың символына айналған қызғалдақ гүлі шындығында біздің мақтанышымыз десек қателеспеспіз. Өйткені бұл гүлдің елімізде 32 түрі кездеседі. Соның ішінде 11-і эндемикалық, яғни тек қана қазақ жерінде өсетін түр деп саналады. Содан болар Қазақстанның қызғалдақты мекен деп айта жүруі әсте әбестік болмас. Көктем келіп күн жылынып қыстың қаһары қайта бастаған шақта ең бірінші дәл осы қызғалдақ гүлі көктейді, шешек жарады. Міне, осы кезде еліміздегі ұлттық парктер мен қорықтар, ауылды округтар қызғалдақ гүліне байланыстырып түрлі іс-шара өткізеді. Біздің түсірілім тобымыз осы жылы тамаша бір игі шараның басы-қасында болып қайтқан еді. Достар, біз қызғалдақтарды қорғауға қандай үлес қоса аламыз? Біз көп нәрсе істей аламыз. Бұл түрлі түсіп ішінде біздің жабайы қызғалдақтан саналатын тюльпан қызғалдағының өзі қазіргі мәдени өсімдіктердің атасы болып саналады. Әрдайым еліміздің көрікті орындарына саяхаттауды кәсібіне айналдырған тобымыз бұл жолы Сырдария Түркістан мемлекеттік өңірлік табиғи паркіне арнайы сапарлап қайтты. Қызғалдақ өскен жер жаннат, мақтасы өскен ел манат деп дана халқымыз бекер айтпаса керекті. Түркістан облысы бүгінде тұмса табиғатымен, тамаша тарихи мекендерімен көпшілікке жақсы таныс. Мұнда мақта да, бау-бақша да жемісін жылда үзбей береді. Ал қызғалдақты мекен Бәйдібек ауданы өз алдына тамаша орын саналады. Тіпті бұл өңірге көктем мезгілі ерте келеді десек, артық айтқандық болмас. Бәйдібек ауданы Бәйдібек ата ауылы маңындағы теректі демалыс аймағы, қолы қалт босаған жандардың жанына рахат сыйлар орынға айналғаны қашан. Бұл Қарапұзақ Қазақстанның қазіргі кезімен болашағына жетер көпіл жастар жылына арналған көпіл деп айтсақ та болады. Анадай табиғаттың аясында демалып жас балаша жадырайып. Той үшінде бұлағы сарқырап жатқан жағада көп көлемде жайылған жерім қандай тамаша. Әр демалыс күндері табиғат аясында тыныстап қайтуға тек ауыл тұрғындары ғана емес, өзге өңірлердің туристері де жаппай ағылып жатады. Өйткені таза ауа, жайлы мекен ұмытылмас күндер сыйлайды. Міне осы аудандағы теректі демалыс аймағында қызғалдақтар күні акциясы дәстүрге айналған. Біздің топ жауқазын, біздің оран. Болашаққа нығанып сеніммен, жасамайтын ешқашан биіктерден. Жігер қайрат сұрасаң бәрі бізде, талғандары жауқазын желіс бізде. Жыл сайын жылу маусымы басталысымен мектеп оқушылар арасында түрлі сайыстар, көгалдандыру жұмыстары мен қызғалдақты мекенге құрмет көрсету іс-шарасы өткізіліп тұрады. Биылда сол дәстүр жалғастығымен Сырдария Түркістан мемлекеттік өңірлік табиғи паркінің ұйытқысымен қызғалдақтарды қорғау акциясы ұйымдастырылуда. Шараға табиғи парк қызметкерлері, Сырдария Түркістан Боралдай филиалының қызметкерлері, Бәйдібек ауданының тұрғындары, экологиялық орталық мамандары мен аудандық білім ордаларының оқушылары, ұстаздары арнайы келіпті. Мұндағы мақсат жас жеткіншектерді қоршаған ортаны қорғау проблемаларына жауапкершілікпен қарауға тәрбиелеу, қызғалдақты мекен саналған Қазақстанымыздың беделін көтеру. Кең далада жүремін, жанында ойнап күлемін. Мен елімді сүйемін, ол үшін отқа түсемін. Табиғатым, тіршілігім, ырысым, сенсіз менің тарылады тынысым. Биік тауларыңа қарасам, алшаң басып түзеледі жүрісім. Жалпы қызғалдақ тұқымдасына жататын көп жылдық өскен. Дүние жүзінде бұл гүлдің 120-ға жуық түрі бар. Ең алғашқы деректер 9-12 ғасырларға жатады. Әсемдіктің үлгісі, сұлулықтың символы болған бұл гүлдер жайлы көптеген аңыз әңгімелер халық арасында жиі айтылады. Шын мәнісінде қызғалдақ мұсылман халқында жұмақ гүл саналады. Ал қазақ халқы бұл гүлді өте жоғары бағалаған. Тіпті ақын жазушыларымыз әдеби тіл ажарында керемет тіркестер қалдырса, қол өнершілеріміз бен суретшілеріміз тамаша туындылар тудырды. Жазиралы даланы одан сайын сәндендіре түсетін қызғалдақ гүлін зерттеу қазақ даласында 18 ғасырдың соңында басталыпты. Міне содан бері оның құндылығы артпаса кеміген емес. Халқымыздың
әдет-ғұрпы, салт-дәстүрі бұзылмай, бүгінге дейін сақталып отырған Түркістан облысы табиғи ескерткіштерге шындығында өте бай. Біз аталмыш өңірдегі Сырдария Түркістан мемлекеттік өңірлік табиғи паркіндегі сапарымызды жалғастыра түсудеміз. Алғашқы күні Қызғалдақты мекеннің құпиясымен таныссақ, бүгін тұмса табиғаттың тынысын тамашалауға кетіп барамыз. Бағытымыз Қостұра тауы. Желдей жүйткіген көлігіміз топырақты сүрлеудің шаңын көтере жүріп келеді. Айнала көз салсаң, жазық далаға сән берген жасыл кілемді байқайсыз. Арасындағы сарғыш гүлдер құдды бір сол кілемді түрлендіріп тұрғандай көрік береді екен. Маршруттық бағытымыз Шымкент Шолаққорған тас жолындағы Киелі Теректі әулие бастауы шығып жатқан Теректі ауылы арқылы өтеді. Яғни автокөлігіміз осы ауыл арқылы 25 шақырымдай жол жүреді. Ел аузында бұл ауыл жайлы жиі айтылатын аңыз бар. Оны мұндағы тұрғындардың кез келгенінен естуге болады. Бұрындары Теректі ауылы ауыз суды өзеннен тасып ішкен екен. Бірақ күндердің күнінде қалмақтар шабуыл жасап, әлгі өзен суын торуылдап, ауылды қоршауға алады. Содан қысылған ел не істерін білмей ойға кеткенде, Теректі дейтін данышпан кісі ауылдан 15 шақырым жердегі Садырқамал жақтан ағып жатқан өзен суын жердің астын қазып алып келеді. Міне сол қиын-қыстау заманда судан қысылған ауылға су жеткізген азамат ел арасында ерлігімен есте қалып, әулие атаныпты. Теректі әулие бастауы содан қалған деседі. Жалпы Қостұра тауы ертедегі тектоникалық жаратылыстардың әсерінен пайда болған. Яғни, Боралдай өзенінің суы жарып өткен жоталар табиғаттың сан жылдардан бері өзгерістерге ұшырауы нәтижесінде осындай екі шынды аласа тауды құрап жатыр. Ал Тұра сөзі бұл аймақты 100 жылдай жайлаған ойраттардан қалған сөз. Қамал дейтін мағынаны білдіреді. Бір қарағанда биік жартастары қамалға қатты ұқсайды. Міне, көз алдымызда біздің басты маршруттық нысанымыз Қостұра тауы. Алыстан мен ұндалап тұр. Тауға жақындаған сайын айдаладағы жасыл желекте өзгере бастайды. Алғаш жолға шыққан сәттегі қызылды жасылды көк шалғын тау етегінде басқаша. Тізгіндеген көліктерімізді бақылау пунктіне қалдырып, ары қарай саяхатымызды жалғыз аяқ жолмен жаяу жалғастыруға бел байладық. Қолымызға керек жабдықтарымызды алып, Тұттыбұлақ қойнау арқылы айналадағы құз жартастарға қызығушылықпен көз тастай алға жылжып келеміз. Қостұра деп аталғанымен ірілі ұсақты тасы көп. Осы жартасты құзды қиялай 1 шақырымдай жолды бағындырамызда 200 метрлік қашықтықтан бір емес 2 үңгірге куә болдық. Теңіз деңгейінен 1899 метрлік биіктікте орналасқан үңгірді көруге еліміздің әр өңірінен туристер жылда ағылып жатады. Өйткені табиғи парктың туризмді насихаттауға арналған маршруттық бағыттары өте көп. Солардың бірі осы Тұттыбұлақ қойнауы, Қостұра тауы. Мұнда Қостұра тауындағы, тіпті оңтүстік Қазақстандағы таңғаларлық керемет өңгірдің бірі бар. Сол өңгірді көріп, тамашалап, әрі сіздермен бөліспекшіміз. Тау бөктерінде кекіліктің қақылына құлақ тұнады. Тіпті бір-екеуі көз алдымыздан ұшып өтті. Еңбектей жүріп, алып тастарды асып, жоғары қарай өрмелей түссеңіз, алдыңыздан ерекше көрініске ие үңгір аузы шыға келеді. Міне ғажап, шындығында бұрындары көпке пана болған үңгір уақыттың әсерінен тар түнекке айналыпты. Көптен бері ұмыт қалған орын болғандықтан ба, үңгірді көк көптерлер емденіп алған. Дәл жартасты үңгір алдында иіле-иіле ұшы жерге жетіп қалған кәрі ағаш өсіп тұр. Бұл мұндағы кептерлердің төңіректегі тамаша көрініске тамсана қарайтын орны болса керек. Бізде сол жерден айналаға көз салған ек, шындығында керемет әсерге бөлендік. Аласа жоталы тау арасын жара аққан өзен суының жағалауындағы өскен тал бұталар ирелеңдей созылып жатыр. Үңгірге тіл бітсе қаншама оқиғаны ақтарар еді. Жоғарғы үңгірден шығып төмен қарай түсер болсаңыз, тағы бір үңгірге кезігесіз.
Бұл да заманында бабаларымызға пана болған мекен. Төменгі үңгірге шығу әсте қиындық тудырмады. Мұнда да үңгір аузында алып ағаш өсіп тұр. Іші салқын. Талай жануарға пана болары сөзсіз. Соңғы деректерге сүйенсек, қола дәуіріне сүңгітіп жібереді. Тіпті қару-жарақ жасаған ұстахана деген айтылып жүр. Иә, тар жол тайғақ кешкен қазақ баласы әккі жауларға қарсы тұру үшін осындай адам аяғы баса бермейтін үңгірлерде қару-жарағын жасап пана еткен ақиқат. Бұл үңгірлер сондай қилы заманның бір белгісі болып қала бермек. Ал біз бұл үңгірлердің аңызы мен дерегі ұштастырып, бүгінгі күннің саяхатшыларына айтып жеткізе білсек, ұтарымыз көп болмақ. Сырдария Түркістан мемлекеттік табиғи паркының көрікті орындарын көзбен көріп, туризмнің қайнап жатқан отаны бола алатындығын түсіндік. Әрине, біз бір алмаған талай нысан бар. Бірақ қысқа ғана уақыт ішінде осыншама тамаша орындарға бару ұзақ уақыт ұмытылмас естеліктер болары анық.